Жалақы жөнінде жәрдемақы алушылар, көріңіздер. Сәлеметсіздер, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келе ме? Ендеше арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Жалақы мен жәрдемақыны өсіру үшін 800 миллиард теңге бөлінеді. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметіне сүйенсек, егер мөлшерлеме 12-ден 20%-ға көтерілер болса, мемлекеттік қызметкерлер жалақысы зейнетақы мен жәрдемақысы өседі. Бұл индексация аясында бюджеттен 800 миллиард теңге жұмсалуы мүмкін. Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің сөзінше, қазір экономикалық зерттеулер институты бизнестің көлеңкеге кетуін болдырмайтын нұсқаларды зерттеп жатыр. Еске салайық, үкімет мөлшерлемені 12-ден 20%-ға көтеруді, есепке қою шегін 78 миллионнан 15 миллион теңгеге түсіруді көздеп отыр. Жұманғариннің айтуынша, бұл өзгеріс бюджетке қосымша 5-7 триллион теңге көлемінде түсім алып келеді. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2025 жылы зейнетақы төлемдері туралы мәлімет таратты. 2025 жылы 2,5 миллион зейнеткерге зейнетақы төлеуші республикалық бюджеттен 4231,3 миллиард теңге қарастырылған. Оның 2867,7 миллиард теңгесі ынтымақтасты зейнетақыға, ал 1363,6 миллиард теңгесі базалық зейнетақы төлеуге бағытталады. Халықтың өмір сүру ұзақтығының артуына байланысты зейнеткерлер саны біртіндеп өсіп келеді. Зейнетақы төлемдерінің жеткілікті деңгейде болуын қамтамасыз ету үшін жыл сайын инфляция деңгейінің 2%-ға жоғары өсім жүзеге асырылады. Министрлік 2022 жылы 1 қыркүйекте мемлекет басшысының жолдауында берілген тапсырмаға сәйкес, базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-нан 70%-на дейін, ал ең жоғары мөлшерінің 100%-нан 120%-на дейін кезең-кезеңмен арттыру жүргізіліп жатқанын еске салды. Осылайша 2025 жылы базалық зейнетақы мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан 110%-на дейін аралығында болады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.